Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Альмира. Бүгін осы тестінің рецептімен бөлісемін. Бізге ең қажеттісі ұн, оның үстіне жұмыртқаны жарып, және де жарты стакан жылы суға тұзымызды салып араластырамыз. Осылайша барынша қатты тесто ететін боламыз. Тестаны қаттырақ басып, тындырып қоямыз. Жалпы кез келген жайма өзін тындырғанды жақсы көреді. Біз екінші рет басып, тағы да 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Бетін жабуды ұмытпаңыздар. Үшінші рет тағы да тестаны көріп, тағы да бір басып, бетін жауып тындырып қоямыз. Ең соңында қарасаңыздар, ешқандай кіртігі жоқ, ішінде теп-тегіс жұмсақ біркелкі жаймамыз дайын болды. Үстіне біртіндеп ұнды сеуіп отырып, жайып аламыз. Сіздерге бір лайфхак ретінде айтқым келеді. Біріншіден, жайманы жайғанда қолымызды тигізбей, тек оқтауында ғана ұстап жайсаңыздар, жайма біркелкі болып шығады. Екінші лайфхак, бізде қатты жайманы осылай екі жағын бүктеп жайсаңызда тез жайылады және оңай болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, ешқандай қолмен жайманы ұстамай жаямыз. Сол кезде ортасы да шеті де біркелкі тегіс болып шығады. Осы екі лайфхакты пайдаланып жайма жайсаңыздар, жаймаларыңыз біркелкі әрі тегіс болып шығатынына сенімдімін. Практика жүзінде пайдаланып көріңіздер. Неге ең соңында жаймамыздың өте жұқа қылмай, осылай тегістеп бір қабат жайып алып, үстіне ұнды сеуіп отырып, 3 бөлікке бөліп ораймыз. 2 бөлікке бөліп орап, кессеңіздер де болады, онда сіздің жаймаңыз ұзын болып шығады. Ұзындығы мен өте ұзын болған қалаған жоқпын, сондықтан 3 бөлікке бөліп кестім. Жайманы тақтайдың үстіне қойғанға жеңіл болу үшін ортасынан бір-бір бөліп аламын. Содан кейін осы видеода көріп тұрғандарыңыздай жалпақтықта кесемін. Өте жалпақ қылмай, өте жіңішке қылмай кессеңіздер болады. Барлығын кесіп болғаннан кейін осылай арасын ашып шығамыз. Енді қазанымызға жартылай су қойып, жарты ас қасық тұз салып, қайнатамыз. Қайнаған суға біртіндеп кеспемізді салып отырып, пісіріп аламыз. «5-10 минутта су қайнап, жаймамыз пісуға аз қалады. Сол кезде тағы да араластырып жіберіп, 5-10 минутқа тағы жаба тұрамыз. Енді піскен жайманы осындай шолпымен суын қалдырмай таза ыдысымызға сүзіп аламыз. Оны үстелдің үстіне төгіп қойып, үстіне біраз сұйық майды салып араластырып жібересіздер. Сол кезде біздің жайма жабыспайды және де дәмді болып шығады. Мінекей жайма осылай дайын болды. Ас болсын. Ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Альмира.